Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді сіз де жақсы білесіз. Расында, қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр. Бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмасы анық. Оқыған адамның күні қашанда жарық. Біз бүгін сіздерге кітап оқудың 8 пайдасы туралы айтып көрейік. Кітап оқу ойды дамытады. Кітап оқу ой өрісімізді кеңейтеді. Себебі шығарманы оқу кезінде біз басты идеяны, сюжетті түсіну үшін терең ойға түсеміз. Кітап оқу күйзелістен арылтады. Қазіргі заман күйінде адамдардың басты мәселелерінің бірі күйзеліс пен мазасыздықтан құтылу. Ал кітап оқу күйзеліс деңгейін 68%-ға дейін төмендете алады. Небәрі 6 минут кітап оқу жүрек соғысын бәсеңдетіп, бұлшық ет қызуын төмендетеді. Бұл мақсатта фантастика жанрындағы кітаптарды оқу жақсы көмекші болады. Сөздік қор көбейе түседі. Әртүрлі жанрдағы еңбектерді оқығанда күнделікті өмірде қолданбайтын сан түрлі сөздермен танысасыз. Егер бір сөз білмесеңіз, сөздік ала жүгіру міндет емес. Кейде белгілі бір сөзді түсіну үшін сөйлемде жалпы идеяны білу жеткілікті. Кітапты неғұрлым жиі оқысаңыз, тіл байлығыңыз соғұрлым дамия түседі. Кітап оқу Альцгеймер ауруының алдын алады. Соңғы зерттеулер нәтижесі бойынша кітап оқу ми ауруының алдын алуға көмектесетіні анықталды. Себебі оқу кезінде миыңыздың белсенділігі арта түседі. Ал бұл оның жағдайына жақсы әсер етеді. Кітап оқу бойға сенімділік ұялатады. Белгілі бір мәселе талқысында біліктілігімізді танытсақ, өзімізді сенімді, жинақы сезінеміз. Кітап оқу шығармашылықты дамытады. Креативті адамдар бір сәтте бірнеше идея ұсынылуымен ерекшеленеді. Ал ол идеялар қалай туындайды? Әрине, оның қайнар көзі кітап. Шығарманы оқу барысында сіз жүзеге асқан идеялардың куәсі боласыз. Соның арқасында жаңа біліммен сусындайсыз. Кітап оқу ойлау мен есте сақтау қабілетін жақсартады. Оқу барысында біз кейіпкерлердің киімін, мінезін, жүзін, қоршаған ортасын елестетеміз. Сонымен қатар оқиғаны толық түсіну үшін есте сақтауға тырысу керек. Осындай әрекет есте сақтау мен ойлау қабілетін дамытады. Кітап оқу зейін қойып оқуды үйретеді. Шығарманың мазмұнын дұрыс түсіну үшін зейін қойып оқу керек. Бұл қабілеттің сізге кез келген жерде пайдалы болар сөзсіз. Сондай-ақ кітап оқу объективті болуды, дұрыс шешім қабылдауды үйретеді. Қорытындылай келе, бала ерте жастан кітаппен дос болса, болашақта ол көзі ашық, көкірегі ояу адам болып қалыптасады. Кітап оқу миға жасалған жаттығу. Мысалы, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы өз білімін өз бетімен ізденуінің, кітапты көп оқуының арқасында бірнеше тілді меңгерді. Ал Максим Горький болса, мен өз бойымдағы барлық жақсылығым үшін кітапқа борыштармын деген. Ломоносовты жас шағында оқуға шамасы келмей, әбден есейген кезде оқыған. Сол секілді кітап оқудың еш кеші жоқ.